Құрметті шәкірттер, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есімге байланысты. Яғни сан есім деп аталады негізгі тақырып. Бұл жерде біз сан есімнің түрлері, сан есімнің синтаксис қызметі жағын қарастыратын боламыз. Сан есім, яғни заттың санын, саналу ретін, мөлшерін білдіретін сөз табының бірі. Қанша, неше, нешеу, нешінші деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Мысалы, төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау ала болса ауыздағы кетеді деп айтсақ болады екен. Сан есім құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сан есім және күрделі сан есім. Дара сан есім бір негізгі түбірден құралған. Негізгі және туынды сан есімдер. Мысалы, үш, оныншы, елудей, ондаған, 100, алтау, мыңдаған, миллионыншы, алпыстап, жүздеп деген сияқты мысалдар келтіре аламыз. Ал күрделі сан есім дегеніміз кемінде екі негізгі түбірдің тіркесу арқылы, қосарлану арқылы және бірігу арқылы жасалатын сан есімдер. Мысалы, тіркесу арқылы жасалатын сан есімдерге 25, 40 шақты, 86, 9,6-3, 100 мыңдай деген сияқты мысалдарды келтіреміз. Олар күрделі сан есім, яғни екі негізгі түбірден құралған. Ал енді сонымен қатар сөздердің, сан есімдердің қосарлануы мен қайталануынан жасалғанда сан есімдер бар. 2-2-ден, 7-8, 5-6, 20-30-дай, 1-1-ден деген сияқты мысалдар келтіруге болады, және қосарланып, қайталанып жасалған сан есімдердің арасына дефис қойылады. Ал бұдан басқа сөздердің дыбыстық өзгеріске ұшырап кірігуден жасалған күрделі сан есімдер, яғни біріккен сан есім. Біріккен сан есімдердің ішінде кіріге біріккен сан есімдер бар екен. Мысалы, 80, 8, 10, 8 және 10 деген екі сөздің кіріге бірігуінен, 90 дегеніміз 9 және 10 деген екі сөздің кіріге бірігуінен жасалған екен. Енді сан есімдер мағынасына қарай 6 топқа бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім деген сияқты бірнеше түрі бар. Алтау деп атады. Соның біріншісі есептік сан есім. Заттың нақты санын, есебін білдіреді. Қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 63, 79, 70, 1000, 4 деген сияқты. Ал енді осы есептік сан есімдердің басқа түрлерін жасауға негіз бола алады. Екінші түрі реттік сан есім. Заттың саналу ретін білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап береді. Яғни, төмендегі жұрнақтарды жалғау арқылы біз реттік сан есімдер жасаймыз. Ыншы, інші, нышы, ніші деген жұрнақтарды жалғау арқылы есептік сан есімдерден реттік сан есім жасауға болады екен. 49-шы, 60-шы, 35-шы, 66-шы, 42-шы тағы да басқа. Яғни бізде сан есім егер дауысты дыбысқа аяқталатын болса, оған ыншы, інші, ал енді дауысты дыбысқа аяқталатын болса, 6, 2 деген дауысты дыбыстарға аяқталатын болса, онда нышы, ніші дейтін жұрнақ жалғанады. Үшінші түрі жинақтық сан есім. Заттың жинақталған санын көрсетеді, сұрағы нешеу. Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейінгі сан есімге ау, еу жұрнағы жалғану арқылы жасалады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дауысты дыбысқа аяқталған 2, 6, 7 деген сан есімдерге ау, еу жұрнағы жалғанған кезде түбірдегі соңғы дауысты дыбыс түсіп қалады. 2 дегендегі дауысты дыбысы түсіп қалып, 2, 6, 7. Бірақ сөздің морфемалық құрамын талдаған кезде бұл жерде біз сөздің түбірі 2, 6, 7 деп айтамыз. Төртінші түрі болжалдық сан есім. Заттың санын дәл білдірмейді, шамамен болжап көрсетеді. Сұрағы қанша, неше, қаншадан, нешеден деген сияқты. Бұлар бірнеше жолдармен жасалады. Мысалы, даған деген, таған, теген деген жұрнақтардың жалғану арқылы. Мысалы, 20-лаған, 50-леген, 1000-даған, 100-деген, 40-таған, яғни нақты санын дәл айтып тұрған жоқ, болжап көрсетіп тұр. Не болмаса, дайдей жұрнақтар арқылы 90-дай, 1000-дай, 200-дей деп айта аламыз.
Одан кейін есептік сан есімдерге көптік жалғаумен барыс, жатыс, септік жалғауының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жасы 40-тарда, сағат 6-ларға шақырды деп айтамыз. Яғни көптік жалғану арқылы сан есімдерге болжалдық мән түспейді екен. Есептік сан есімдердің қосарлану арқылы жасалады. Мысалы, 30, 35, 2, 3, 50, 60-тай 100-ден. Есептік сан есімдерге шамалы, шақты, қаралы, таман, тарта, жуық, жақын сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, 50 шамалы, 10 шақты, 7-ге таман, 60-қа тарта, 30-ға жуық, 80-ге жақын және тағы да басқа. Келесі түрі сан есімдердің топтау сан есімі. Заттың санын топтап көрсетеді. Нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Топтау сан есімдер дара сан есімдермен қосарланған сан есімдерге шығыс септік жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 3-ден, 40-тан, 100-ден, 90-нан, 6-дан, 80-ден, 3-ден дейтін болса, күрделі түрде 26-тан, 45-ден, болмаса қосарланған түрде 5-5-ден, 20-20-дан, 2-2-ден деп айта аламыз. Бөлшектік сан есім заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есімде жай бөлшек 10-нан 5, 9-дан 3, 3-тің 1 десек, 10-дық бөлшек 3,1, 7,100-ден 4, 10,1000-нан 269, тағы да басқа цифрларды келтіруге болады. Күрделі сан есімнің әр сыңары бөлек жазылады. 77, 12, 1986, 16-дан тағы басқа. Цифрмен таңбаланатын дара және күрделі сан есімдерге жалғау дефис арқылы жалғанады. 13-ке, 7-ден, 63-ке. Реттік сан есімдер араб цифрмен берілсе, ыншы, нышы жұрнауының орнына дефис қойылады. 11-ші сынып, 2-ші қатар, 16-ші орын, 51-ші тапсырма, 7-ші бөлме. Ал дефисті алып тастайтын болсақ, біз бұны 11 сынып, 2 қатар, 16 орын, 51 тапсырма, 7 бөлме деп оқимыз. Ал рим цифрмен берілген жағдайда дефис қойылмайды. Мысалы, 11-ші сынып, 21-ші ғасыр, 4-ші том. 2, 6, 7 сандарына жинақты сан есім ауев жұрнақ жалғанғанда түбірдің соңындағы дауысты дыбыстары түсіп қалады. 2, 2, 6, 6. Цифрмен жазылған сан есімдерге болжалдық сан есімнің қосымшалары дефис арқылы жалғанады. 100-де, 5-де, 6-ларда, 1000-даған, 70-де тағы басқа. Қосарлану арқылы жасалған болжалдық сан есімдер сөзбен жазылса да, цифрмен жазылса да, арасына дефис қойылады. 2-3 бала, 70-80 қой, 5-6 кітап. Бөлшектік және болжалдық сан есім жасайтын сөздерге өз тіркескен сандар сөзбен берілсе де, цифрмен берілсе де бөлек жазылады. 100 қаралы, 50 шақты, 30-ға таман, яғни біз цифрмен жазсақ та, сөзбен жазсақ та, бұлар бір-бірінен бөлек жазылады екен. Қосарланып айтылған топтау сан есімдер сөзбен берілсе де, цифрмен берілсе де, дефис арқылы жазылады. 7-7-ден, 30-30-дан. Күн, жыл аттарымен тіркесіп келген сан есімдер араб цифрмен берілсе, дефис қойылмайды. 1986 жыл, 16 желтоқсан, 8 наурыз, 1 мамыр, тағы басқа. Сан есімнің сөйлемдегі негізгі қызметі анықтаушы. Бірақ анықтаушыдан басқа да олар басқа да сөз таптарының, басқа да сөйлем мүшелерінің қызметін атқара беруі мүмкін. Мысалы, 8 қызым бір төбе, кенжекейім бір төбе дейтін болсақ, осы жердегі 8 деген сөз неше деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде анықтаушы қызметін атқарып тұр. Сонымен қатар баяндаушы қызметінде атқарады екен. Келген адамдар алтау екен дейтін болсақ, алтау деген жинақтық сан есім, екен деген көмекші етістікпен тіркесіп келіп, бұл жерде құрама баяндаушылық қызметін атқарды. Бастаушыда бола алады, атау тұлғада тұр. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді дейтін болсақ, бұл жерде төртеу, алтау деген сан есімдер жинақтық сан есім сөйлемде бастаушы қызметін атқарды. Етістіктің алдында келіп пысықтаушыда қызметін атқарады. Мысалы, жиналыс 9-да басталады. Қашан басталады? 9-да басталады. Ал енді барыс, табыс, жатыс, шығыс көмекте септердің жалғауларын жалғаған кезде бұлар заттанады. Заттанғаннан кейін сөйлемде толықтаушы қызметін атқарады екен. 9-ға 8-ді қосу десек, нешеге нешені қосу дейміз де, бұл жерде біз
топтас қызметін біреу жанама топтас 9-ға деген 8-ді деген тура топтас қызмет атқарды дейміз. Сан есім зат есіммен не қатыстық сын есіммен тіркесіп келіп сөйлемнің күрделі мүшесі болады. Жарысушылар 10 түрлі тапсырманы орындайды дейтін болсақ, не болмаса сағатына 70-80 км жылдамдықпен жүреді дейтін болсақ, міне сөйлемнің күрделі мүшесі қызметін атқарып келді. Назарларыңызға рахмет.